тақырыбын өтетін боламыз. Бұл баға деңгейлері жалпы трейдинг саласында қай сала болмасын, акция, крипто, форекс болмасын, бұл өте маңызды сабақ, себебі бұл базалық сабақ болғаннан кейін маңызы бар. Бұл жерде біз бағаның деңгейі негізгі екіге бөлінеді. Қолдау деңгейі, уровень поддержки, және қарсылық деңгейі, уровень сопротивления. Енді оны ағылшын тілінде көбірек қолданатындар да бар. Жалпы ағылшын тілінде қолдау деңгейін саппорт зонасы деп айтамыз, қарсылық деңгейін резистенс зонасы деп айтылады. Енді әркім, әр ментордың өзінің айтатын терминдік сөздері болады, бірақ мағынасы бір, синонимдес, басқа тілден аударғандағы жалпы осы екі түрлі бағаның бағыты болады. Мынаны қараңыздар, мінекей, уровень поддержки, бізде қолдау деңгейі, бұл жерде бағаның төмендеуін тоқтатып, және оны көтеру үшін нарыққа жеткілікті сатып алушылар кіретін деңгей. Мына астымыздағылардың барлығы, мына фотодағы астындағы зоналардың барлығы бұл біздегі бағалардың, яғни сатып алушылардың кіретін зоналары. Уровень поддержки, осы зоналарды қарайтын болсақ, бізде бағалар өскен. Екінші, уровень сопротивления, біз бұл ылғи нарықтың жоғарғы жағынан қараймыз. Уровень сопротивлениені нарықтың жоғарғы жағы дегеніміз, ол міне маркет ашылған кездегі свечалардың ең жоғарғы бөліктерінен қараймыз. Бұлар бағаның өсуін тоқтатады да, ары қарай төмендеу үшін нарыққа жеткілікті сатушылар кіреді. Мына жерден сатып алған адамдар мына жоғары жерге барған кезде бағаны сатады, яғни акцияларын, өздерінің алтындарын сатып бағаны төмендетеді. Бізде осы екі бағыт бар, осы екі бағытты жақсылап анықтап алуымыз керек. Сатып алушылар дегеніміз, олар бізде саппорт зонасы, сатушылар дегеніміз, олар бізде резистенс зонасы. Сатып алушылар, олар жоғары қарай лонгты күтетін адам, жалпы бағытты айтамыз. Сатушылар дегеніміз, олар шортқа, яғни селға төмен құлайтын зонаны күтетіндерді айтамыз. Ереже, екеуіне де қатысты ереже бар. Жасыл және қызыл свечалар қатар келген жоғарғы, яғни лонг немесе төменгі бағыттағы свечаларды қараймыз, свечаларды қараймыз. Енді қараңыздар, жоғарғы бағыттан жасыл мен қызыл свеча бірдей жерді табамыз. Мына жерде мінекей бірдей келген жерді табамыз. Мінекей осы свечалардың, яғни қызылдың фителін алып, сатушы резистенс зона деп белгілеп, бағытты шорт деп ұстаймыз. Баға төмен осы жерден құлайды деп ұстаймыз. Свечалардың денесі маңызды емес, екеуінің фителі болғаны маңызды. Егер фитиль болмаған жағдайда, артқы тұр, мына қызылдың фитилі болмаса, артындағы жасылдың фитилімен аламыз. Егер мүлдем фитиль болмаса, онда бір линия ғана қалдырып кетеміз. Бір сағаттық таймфреймде жасағанымыз дұрыс. Одан кейін екінші қараңыздар, мына жерде төменгі бағыттағы қызыл мен жасыл свечаның қатар келген жерін тауып, жасыл свечаның фитилін аламыз да, сатып алушылар саппорт зонасы деп белгілейміз да, бағаны жоғарғы бағытқа лонгқа ұстаймыз. Енді реальным өмірде көрсетейін, мен сіздерге реальным өмірде көрсететін болсам, графикадан көрсететін болсам, мінекей қараңыздар, біз бірінші кірген кезде рынокқа бір сағаттық таймфреймге қоямыз, мінекей. Одан кейін уже біз не істейміз, жоғарғы жақтан, яғни сатушылардың резистенс зоналарды анықтаймыз. Мінекей, оның маңыздысы алдында, мына екеу қатар келіп тұр ғой, мінекей екі свеча. Бұның алдында, мына жақта пустой графика болу керек. Мынау сияқты, мінекей, мына жерде екеу қатар келіп тұр, бірақ алдында мына свеча келсе, біз уже бұл жер не отработанный зона дейміз да, бұл жерді қарастырмаймыз. Біздің алдымыз не отработанный пустой зона болу керек. Мінекей, мен резистенс зонаны анықтағалы жатырмын. Мен бұл нені аламын да, жалпы бүйтіп бағаны өсіріп аламын, және осы жерге келіп, мына жерге графиканы қоямын, горизонтальный линияны қоямын. Мінекей, мына қызыл свечаның фитилін алып тұрмын. Одан кейін астында тағы да мінекей, мына жерде тұр, бұл қызыл не отработанный зона тоже, қызыл свечаның фитилінен аламын. Фителі жоқ болған жағдайда ереже мына артындағы жасыл свечаны алуыма болады. Барлық жерге мен бұл жерге не деп айтамын? Яғни резистенс зона деп жазып кетем. Резистенс зон деп жазып кетем. Резистенс зона деп жазып қоям.
осыны копировать етемін, мына жерге қоямын мінекей, мына жерде де резистенс зона мінекей. Одан кейін дальше бағытты жүргіземін да, горизонтальный линияны алып алып, мінекей мына жерде де тұр. Мына жерде мынаның қызылдың свечасы кішкентай болғандықтан мен жасылдың свечасын аламын. Жасылдың свечасын аламын, также мына жерге мен резистенс зона деп не істеймін, жазып кетемін мінекей. Енді мына жерде тұр мінекей. Бұл бізде ертеңгі күнге маған анализге қажет болады. Сол себептен мінекей мынаны аламын. Біз жоғарғы жақтан всегда құлайтын шорт позицияны іздейміз, сондықтан осыны аламын да, мінекей резистенс зона деп жазып кетемін. Енді бұның маңыздылығы неде, тағы да бәрін қойып алайын мінекей. Резистенс зона. Резистенс зоналарды тауып қойдым. Енді ол бізде 1 сағаттық таймфреймдағылар, 1 сағаттық таймфреймдегілер. Бұлар бізде тұра береді. Міне, егінді жақын уақытты қарайтын болсам, қазіргі жақын уақытты қарайтын болсам, мінекей мына екеуі қатар келіп тұр бізде. Осы екеуін аламын, мынаның фитилін аламын, мінекей мына жерге қоямын. Да, также мына жерге резистенс зона деп естеймін, жазып кетемін. Мінекей. Сіздер де осылай тапсырмаларыңыз жібересіздер. Енді қараңыздар, неге бұл резистенс зона? Бұл жерде сатушылар көп кездеседі, сатушылар зонасы. Баға мына жерден резистенс зонасы, баға мына жерден құлады. Енді қайтып бұл көтеріліп, мінекей мына жерден бағамыз біздің қайтып көтеріліп, мына жерге келген кезде мен мына точканы мен баған осы точкадан кіріп шортқа деп не істеймін, бағыт ұстаймын. Яғни баға дальше бұдан құлайды деп ұстаймын. Міндетті түрде мына зонаға келгеннен кейін баға былай қарай құлайды деп осы жерден бағытты шортқа ұстайтын боламын. Бұл біздегі сатушылар зонасы, яғни резистенс зона сопротивления. Бұл бізде зона сопротивления. Ал егерде бұны үлкен денесімен, мынандай денемен жарып өткен жағдайда, бізде мына зонамыз уже резистенс зонасы емес, бұл зонамыз бізде уже саппорт зонасына айналады. Яғни қолдау зонасына айналады. Жоғарғы жақтан келе, мына уже біздер денесімен жарып өтіп, ары қарайда лонг ұстап, бағыт лонг ұстап келіп, мына жерден разворот алып, мына біздер резистенс зонаға шортқа беретін зона. Мына жерден бағыт алып қайтадан құлаған кезде, мына зонамыз бізде уже қолдаушы саппорт зонасына айналып кетеді. Яғни баға мына жерден келіп, бағытты алып көтеріліп, қайтадан жоғары өтеді деген сөз. Енді астынан біз осы саппорт зонасын іздейік, Так, саппорт зонасы бізде ол ең астыңғы жақты алатын болсақ, бағаны ашамын, горизонтальный линияны аламын, мінекей қызыл мен жасыл келіп тұр. Жасылдың свечасы жоқ, сол себептен қызылдың свечасын аламын мінекей. Міне бізде бұл біздегі саппорт зонамыз, саппорт зона, яғни қолдаушы зона деп айтамыз. Одан кейін тағы да жылжытам, мінекей тұр бізде. Бұл бізде также жасыл мен қызыл қатар келіп тұр. Біздегі саппорт зона қолдау деңгейі, уровень поддержки деп айтады. Мінекей астында тұр. Алды не отработанный болу керек. Мына жақ бізде не отработанный зоналар болуы шарт. Мінекей саппорт зонасы. Также саппорт зонасы деп аламын. Себебі қараңыздар, мына жерден келе жатқан, енді көрсетейін тағы да. Мына жерден көтеріліп барып, мына жерге кеп құлады. Мына жерден поддержка алмай, мына жерде саппорт зона ғой, бізде поддержка беретін қолдау аймағы. Осы қолдау аймағынан қолдау алмай, баға төмен қарай құлап кететін болса, мына екінші аймақтан қолдау алады. Ол кезде уже бірақ мына зонамыз біздегі саппорт емес, уже резистанс зонасына айналады. Яғни уровень сопротивления болады. Всегда
всегда жоғарыға қарай бағытталған кезде келіп тірелетін зона ол бізде қарсылық деңгейі. Ал жоғары жақтан келетін бүйтіп келген зона ол бізде қолдау деңгейіне айналады. Сол себептен мынау мінекей денесімен, ұзын денесімен бүйтіп жарып өтетін жағдайда, мынаны жарып өтетін болса, мынау бізде уже екінші қолдау аймағынан поддержка алып, мына жерге дейін келеді. Мынаны дальше денесімен жаратын болса, уже үшінші аймаққа өседі деп айтамыз, иә. Мынау бізде саппорт зонасы, уровень поддержки зоналары. Осылай зоналардың барлығын жақсылап сызып аламыз. Өстіп үйге маған тапсырма жібересіздер. Бұл біздегі ең маңызды, ең жаңағы маңызы бар сабақтардың бірі. Кейде бұл саппорт зоналарын біз мына жерде бай зона, сел зона деп айтып отырамыз. Бай зона, сел зона деп те айтамыз. Бірақ осы дәл қазіргі уақытта осы линияларды сіздер сызып үйренулеріңіз керек. Бұдан түк қиындығы жоқ. Бұл жердегі ең үйренетін нәрселеріңіз мінекей екі қатар келген свечаларды жоғарғы жақтан біз резистенс зонасын іздейміз, ал төменгі жақтан саппорт, яғни қолдау зоналарын іздейтін боламыз. Мінекей осы сабақты алып, дәл мен сияқты тапсырманы орындап, бірге бір маған жіберіңіздер. Даже алдағы уақыттағы мінекей мына жақтағы мінерден қараңыздар, баға өскенде бүйтіп құлаған, бірақ баға одан кейін көтерілмеген. Но алдағы уақытта баға былай қарай көтерілетін сөзсіз. Сол себептен мына жақтан да саппорт жаңағы резистанс зоналарын іздегендеріңіз дұрыс. Ол үшін бізге горизонтальный линия қажет болады және текст қажет болады, осылай бізге анықтап бересіздер. Все, осы сабақтағы тапсырманы маған жекеме немесе осы сабақтың астына комментарий ретінде жүктесеңіздер, мен көретін боламын.